Биыл 16 қаңтарда Шыңғыстайда жиын өтті. Оған жиыннан 4 күн бұрын әлеуметтік желіде жарияланған бейнежазба түрткі болған. Бейнежазбада Шыңғыстай ауылының азаматы көп жылдан бері елдің құтын қашырған мал ұрлығына қатысты біраз жайттың бетін ашқан. Мен өзі Шыңғыстай ауылының тұрғынымын, Қуанышпын. Біздің ауылдан қаншама мал жоғалды, міне жоғалтып жатырмыз. Өзіміздің ауылда өңкей ұрлықшылар бар, арамыздан шығып жатыр. Қоғамдық резонанс тудырған бейнежазбадан соң әділдік іздеп шырылдаған Шыңғыстай халқы алдымен полицияға арызданған. Содан кейін журналистерді шақырып мән-жайды баяндады. Ауыл тұрғыны Қожақан Нұрсапаров 2-3 жыл бұрын елдің тұсаулы жүрген 12 аты бір түнде жоғалып, соның бірі де табылмағанын айтты. 24 жылы 28 августы бір сиыр, бір бұзауым жоғалды. Енді түгенде маңайдың малдарын түгендесіп, көршімнен екеу жоқ, тағы бір көршімнен біреу жоқ. Содан ары іздеп, бері іздеп, ақыры күзге дейін жүріп іздегенді қойдық. Табылмады. Іздеп жүрген полиция көрген жоқ мен. 10 шақты жыл бұрын тағы бір сиырым жоғалып кетті, сол үйдің жанынан тура, октябрь айында. Ана жылы міне котельный болды міне жерде. Сонда бүкіл елдің міне жүрген 12 атты тұсақ қойған бір түнде жоғалып кетті.